Міне қыздар, матамызға осылай оюды салып аламыз. Одан кейін ақырын абайлап оюымызды қиямыз және осы оюдан 2 ою шығады. Міне қыздар, біз осылай қиып алдық. Енді 2 оюымызды 2 осындай матамызға алып қоямыз. Әдемілеп, дұрыстап, шет-шетін реттеп қойып аламыз. Одан кейін марляны төсеп, үстінен парын қосып, үтікпен басып шығамыз. Міне біздің паутинамыз жабысқан оюымызды осылай қоямыз. Үстінен марляны қойып, үтікпен жақсылап басып шығамыз. Бірақ үтігіміз оюымызды күйдіріп жібермеу керек. Өте абайлап, асықпай, мұқият жұмыс істейміз.